Сәлем құрметті оқушы, бұл есептің берілгеніне қарайық, иә? Бұл жерде 4 саны модуль қалған, ал модуль санында 4, ол 4-ке тең. Яғни, бұл жерде 4х квадрат қосылған 7х минус 11 деп аша бере аламыз. Сонда а тең 4-ке, б тең 7-ге, ал с тең минус 11-ге. Енді вет диаграммасы бойынша x1 қосылған x2 тең минус b, а ол бізде минус 7-де. 4-тен 7, иә? Мына жерде минусы бар. Ал көбейтіндісі x1 көбейтілген x2-міз, ол бізде c бөлінген a, демек минус 11-ден 4. Енді осы жерде дискриминант арқылы өрнектейтін болсақ, дискриминант тең, ол бізде b квадрат азайтылған 4ac ғой. Бұл жерде минус 7-нің квадраты, 7-нің квадраты минус емес. Азайтылған 4, көбейтілген минус 11. Оны есептейтін болсақ, бізде 225 шығады. Ал 225-ті түбірастын алатын болсақ, яғни түбірасты дискриминант тең түбірасты 225 тең 15 деп аламыз. Енді x1 мен x2-ні өрнектейтін болсақ, ол бізде минус b плюс минус түбірасты дискриминант бөлінген 2a ғой. Осы жерден минус 7 қосу азайту 15 бөлінген 8, иә, өйткені а тең 4-ке болды. Енді бұл жерде минус 7 қосылған 15 десек, ол бізде 8 бөлінген 8 1-ге тең болады. Ал минус 7 минус 15 бөлінген 8 десек, ол бізде минус 22-ден 4, ал 2-ге қысқартатын болсақ, минус 11-ден 4-ке тең. Демек есептің жауабы б нұсқасына сәйкес келеді.